Сәлем дарын онлайн қолданушылары. Бүгінгі сабақта біз сіздермен айнымалылар бөлімімен танысамыз. Алдыңғы бөлімде біз int және floatпен жұмыс жасадық, білеміз. Бірақ бүгінгі сабақта біз айнымалыларды береміз. Алдыңғы сабақта біз берген жай сандардың аты жоқ, оны біз кез келген уақытта белгілі бір атпен шақыра алмаймыз. Егер сіздер программалау тілінде айнымалылар бөлімін жақсы меңгеретін болсаңыздар, алдағы уақытта ешқандай қиындық тумауы мүмкін. Айнымалылар деген қалай беріледі? Айнымалының бірінші аты беріледі, одан кейін теңдік белгісі қойылып, оған белгілі бір мән беріледі. Бүгін біз айнымалыларда int және floatты қарастырып көретін боламыз. Айнымалыларға арналған өзінің бірнеше ережелері бар. Яғни айнымалының аты саннан бастала алмайды. Және айнымалының аттарында бос орын, яғни пробел қолдануға болмайды. Пробел қажет болатын болса, төменгі сызық немесе оны нижний подчеркивание деп айтылады, қолдансақ болады. Және де символдар қолдануға болмайды. Мысалыға фигурный жақша, нүкте, өтір деген сияқты аттарын бере алмаймыз. Және де кілттік сөздер қолдана алмаймыз. Яғни кілттік сөздер деген Python программалау тілінде өзінің арнайы кілттік сөзі бар. Мысалыға print, немесе int, немесе if, немесе else if, немесе while, немесе for деген өзінің кілттік сөздері бар. Осы кілттік сөздерді біз айнымалының аты ретінде қолдана алмаймыз. Python программалау тілінде айнымалыларды динамикалық типке жатқызады. Яғни типтерді қалаған жерден ауыстыра беруге болады. Мысалға қазір сіздің типіңіз int еді, оны floatқа ауыстырып жіберуге болады. Қазір сіздің типіңіз int еді, оны stringға ауыстырып жіберуге болады. Және кез келген айнымалылардың типін егер қандай тип екенін білмейтін болсақ, type дейтін функцияны қолдансақ бізге жеткілікті. Енді айнымалыларды берумен танысатын боламыз. Ең бірінші айнымалының аты кетеді. Мысалға алма, нижний подчеркивание, бағасы тең, алманың бағасы қазір 350. Яғни shift enter болды. Бізде алманың бағасы дегенді қазір шақыратын болсақ, онда оның мәні 350-ге тең. Кез келген уақытта программаның ортасында мен осы айнымалармен жұмыс жасай аламын. Қазір енді осы алманың бағасының қай типке жатады? Ол int па, ол float па, ол string ба, ол boolean ба анықтау үшін жаңа айтқан болатынбыз, type дейтін бөлімді шақырамыз. Type жақшаның ішіне жазамыз алма бағасы. Shift enter. Мінекей алма бағасы қазір бізде int. Неге? Себебі ол 350 теңгеге тең. Яғни алма бағасы деген айнымалыны алдағы уақытта кез келген уақытта шақырып, онымен математикалық операциялар орындай беруге болады. Мысалыға алма бағасы қазір енді оны теңестіріп жібереміз 150-ге. Shift enter. Бізде бірінші әрекет орындалған кезде ол 350-ге тең еді, бірақ үшінші қатарда ол қазір бізде 150 теңгеге тең болды. Шақырамыз. Алма бағасы shift enter. Неке қазір бізде ол 150 теңгеге ауысып кетті. Енді қарапайым әрекет орындау үшін біз тағы бір айнымалы берейік. Ақша. Қазірше бізде ол 0-ге тең. Енді математикалық есептер шығарып көреміз. Біз алма бағасы деген, яғни 1 килограммы 150 теңге. Біз алуымыз керек 3 килограмм алма. Демек, ақша тең, алма бағасы көбейтеміз 3-ке. Shift enter. Қазір бізде жалпы қанша ақша керек, сол ақша пайда болды. Экранға шығарып көреміз ақшаны. Shift enter бізге 450 теңгені сұрап жатыр. Яғни айнымалы дегеніміз бағдарламаның бұл негізі болып келеді. Осы арқылы біз бағдарламаларға ат береміз, сол ат арқылы біз белгілі операциялар орындай аламыз. Кез келген жерде оларды өзгертіп, онымен математикалық немесе шартты операторларды орындай берсек болады. Дәл осылай біз енді float типті айнымалы бере аламыз. Мысалыға өрік тең болады, ол 56,125. Shift enter. Қазір мен өрікті шақыратын болсам, Shift enter, ол бізде 256,125. Енді осының қандай типке жататынын білу үшін біз type функциясын жазамыз да өрікті шақырамыз. Shift enter. Байқағанымыздай, біздің өріктің типі
float. Демек, мен қазір өрік дейтін айнымалыны қолдана аламын, алма дейтін айнымалыны қолдана аламын, және де оның бағасын дейтін айнымаларды қолдана аламын. Себебі біз программада оны алдын ала беріп қойдық, кез келген жерден оларды шақыра беруге болады. Айнымалардың аттары саннан болмайды деп айттық. Енді өрік немесе бір алма бағасы деген сияқты айнымалының аттарын қазір санмен беріп көреміз. Мысалыға, бір алма тең 145 теңге. Shift Enter қазір бағдарлама бізде қате береді. Себебі айнымалы саннан бастала алмайды. Және айнымалы бізде символдан бастала алмауы керек. Мысалыға, қосу алма тең 750 теңге. Shift Enter. Және алма дейтін айнымалы символ бола алмайды. Және де айнымалының атын type деп берейік. Ол жасыл түске боялды, яғни кілттік сөз. Тең 852. Shift Enter дейтін болса, қазір type қолданылды, бірақ біз ол айнымалы емес, ол type болып кетті. Біз оны белгілі бір айнымалы ретінде қолдана алмаймыз. Бүгінгі сабақта біз сіздермен айнымалы бөліммен таныстық. Айнымалыға қалай ат беруге болады, қалай дұрыс ат беруге болады, және де шағын математикалық әрекеттерді орындадық.